Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман қауым, қадірлі қауым. Енді бүгін мынау Астанада күн жарқырап тұр. Неге жарқырап тұр десем, осы менің шамасы лекцияма орай жұрттың көңілі көтеріліп тұрсын деген болу керек, Алла тағаламда деп қояйын. Алла жар болсын. Мынау енді сөздің қазақта айтады ғой, сөздің бісмілладан бастау керек деп, сол деп басталғанда бісмілла, сөздің басы бісмілла ғой. Бісмілла деп бастайық. Мына бұл құлазу деп неге қойдым? Жалпы оқырман қауымға өнер адамдары жалғыз жазушы ғана емес, жалпы жеті өнердің кез келгенде жүрген, өзін сол өнер саласына арнаған адамдардың жан дүниесінде негізі құлазу үнемі болатыны ақиқат. Сондықтан да осы құлазусыз, сағынышсыз, уайымсыз негізі көркем шығармада жазылмайды. Суретші суретіне қолына суретін сыза қоймайды, ол да жаза қоймайды, суретті де жазады ғой. Актер ойнай қоймайды. Сол секілді мына адамның жан дүниесіндегі құлазусыз барлық жалпы адам неге құлазиды? Ол адам мына дүниеде шын мәнінде жалғыздықтан құлазиды. Ол құлазу шығармашылық адамдарына ғана тән ба? Жоқ, жалпы адамзатқа тән деп ойлаймын. Сондықтан сол тұрғыдан да осы тақырыпты таңдадым. Өйткені, сен қанша адамдардың арасында жүрсең де, үлкен қоғамның ортасында, әлемнің ортасында жалғызсың. Сол секілді әсіресе өнер адамы өзінің шығармашылығының алдында жалғыз қалады, жалғыз бетпе-бет келеді, сол жалғыздықты бастан кешеді, сол жалғыздық арқылы шығармашылық дүниелер жазған сызғаны сол жалғыздық арқылы дүниеге келеді деп ойлаймын. Менің жан дүниемде негізі осылай дүниеге келетіні рас. Сондықтан да мен кілті деген себебім осы еді. Енді бұл жазушылық лабораториясына байланысты келсек, мен алғаш қолыма қалам алған алғаш кезім сол 76 жылдар 6 класста оқып жүрген көктем кезінде сол класстас қыздарға өлең шығарып, сөйтіп солай басталған. О баста мен кәдімгідей ақын болам деп, жаңағы ақын болғанда сол қыздарға шығарған алғашқы өлеңдеріммен сөйтіп ұйқасы тастай сондай өлеңдер жазып сөйтіп келген кезім еді. Содан 78 жылы біз Чердаяқ деген ауылға көштік. Басқа ауыл Күршім ауданының екінші жағында менің альпинист деген әңгімем бар. Сол атақты Құзғынды Жайдақ жағында Алтайдың өр биігінің үстінде бір ғажап ауыл. Қазір әкем менің сол жерде жатыр. Сол жерде мен алғаш прозалық ең алғашқы Қыз бейіт деген әңгімемді жаздым. Ол әңгімем әлі күнге дейін қолжазбасы жоғалып кетіп кейіннен табылды. Осы мына ковидтің бір пайдасы дейді. Сол кезде інімнің үйінен, Алмас деген менің інім бар, соның үйінен ескі сандықтың түбінен соның ішіне шықты. Сол Қыз бейіт әңгімесі мен өмірімде 2 рет жазған шығармам осы Қыз бейіт. Қыз бейітті 94 жылы мен Қазпиді бітірген кезінде 2-ші рет жаздым. Өйткені жүрегімді тербеген, балалық шағымнан тербеген дүние болғандықтан сол Қыз бейітті 2-ші рет жаздым. Семейде, Семей топырағында, Семей қаласында
маусым айында жаздым. Маусым айында бардым, сол маусым айында жаздым. Жаңағы бір аз ғана күнде өзі шағын ғана әңгіме, менің казино деген әңгімелер жинағыма, басқа да киллер сауысқан әңгімелер жинағыма, басқа да кейбір жинақтарыма еніп жүрген сол нұсқасы. Ал енді бірінші нұсқасы 78 жылы алғаш бісміллә деп прозалық шығарма ретінде жазған шығармам сол қолжазба күйінде табылды. Бірақ екеуінің айырмашылығы шамалы екен. Сол сюжет, сол суреттеулер әрине кейінгі 84 жылы 78 бен 84-тің арасында 6 жыл өткен, екеуінің о кезде мен енді институтты бітірген кезім, о кездегі екеуіндегі сөз саптауында сәл айырмашылықтар болмаса, негізгі сюжет желісі біреу еді. Менің алғашқы шығармашылық қолыңа қалам алғандағы бірінші прозалық шығармам осы екен. Өз тағдырымда кеше ойланып қарасам, мен бұған дейін көп мән бермеппін. Содан кейін сол кезде мен екі шығарманы қатар жазыппын, соның артынан сол общий тетрадьқа жазғам, әлі күнге дейін үйімде тұр. Содан кейін соның соңына құла құнан деген әңгіме жазыппын. Ол да шағын. Құла құнан деген әңгіме кәдімгі менің Дәурен деген ағам бар, Даму дейміз. Сол ағам біз қалың 7000 жылқының ортасында өстік. Менің бүкіл балалық шағым Алтайдың биіктерінде қалың қарағайлы, қалың өзен мен суға молыққан, мына ауаның тазалығы сондай. Алғаш май айының соңында Алтайға шыққан кезде ат үстінде келе жатып, бала кезім сол кезде ұйықтап кететінмін. Өйткені ердің үстінде сонда ана ауаның тазалығынан екен. Жаңа от дегенің көптігінен. Сондықтан сонда сол ағам құла құнан үйретті. Сол құла құнанды жазыппын. Сол екі әңгіме, содан кейін мен қолыма қайтып прозалық шығарма жазбай кетіппін. Сол 79-дың көктемінде әлі күнге дейін есімде біз әлі кездесеміз деген роман бастап жазған, бір 30 беттен астам бетін жазып едім. Ол өзімнің класстастарым туралы. Өкінішке қарай сол роман жоғалды. Жаңағы алғашқы бірінші тарауының алғашқы бірінші тараудың бірінші, екінші бөлімдері еді, 30 бет. Сол жоғалды. Содан кейін өйткені біз Алматыға көштікте, сол кезде сол қолжазба күйінде жоғалып кетті. Қайтадан оны мен қайтып қолыма алмадым. Менің жалпы өмірімде бірнеше мен қолжазба жоғалттым. Біреуі сол жаңағы біз әлі кездесеміз деген балалық әсермен жазам деген роман еді. Ол жазылмай қалды және жоғалды. Екіншісі мына әскерден келгеннен кейін мен студент кезімде жаздым. Оны 83 жылдары жаздым. 3-ші курс оқып жүрген кезде бір қыз балаға ғашық болдым. Атын айтпай-ақ қояйын. Жаңа өмірде бар. Ғажап сұлу қыз еді. Екеуміздің бір-бірімізге сезіміміз сондай болды. Ол енді мектепте оқыды. Соған қарамастан сабақ бердім мен оған Алматының сол мектебінде, өйткені практикаға баратынбыз. Жаңағы сөйтіп жаңа көзіне ғашық болып едім. Екі ерекшелігі болды, көзі болды. Содан кейін мына ернінің үстінде мынандай меңі болды. Осы екеуінен барып көз деген әңгіме жазып едім. Сол әңгімені мына жасалашқа мына Бауыржан Омаров куә, Қыдырбек Рысбеков, сонда жасалаштағы жігіттер куә. Сонда сол жасалашқа көздеп Қайрат Әлімбеков бір жасалашқа келе қалған кезі болды. Сол кезде мен әскерден келген кезім, ол кезде жаңағы ешқайда көрінбегем. Сол көзді ұсынған кезім. Сол жігіттер айтып ұсынсаңшы дегеннен кейін, сол Қайрат Әлімбеков сұрағаннан кейін Қайрат Әлімбеков сол бердім. Бірақ
ол шықпай қалды, не екенін білмеймін. Қайрат менен сүйінші сұрап, ойбай міне көзді шығарғалы жатырмыз деп, не екенін білмедім. Әйтеуір сол әңгімем шықпай қалды. Және менде қайтып қолжазбасы жоқ еді. Мен сол түпнұсқаны оригиналды беріп, соларға бастыртқам, сол күйі сонда қалды, сол күйі жоғалды. Осы онан кейін үшінші жоғалтқан дүнием жалпы шығармашылық өмірімде ол ең ауыр тиген маған мынау Алтайдың алқызыл модағайы еді. Алтайдың алқызыл модағайының тура тең жартысын мен негізі ол кезде общий тетрадь дейді ғой. Сол кезде шахматный общий тетрадьқа жазатынмын. Сол бір общий тетрадь, сонда 96 бет қой, соған мен жол тастамай жазатын адаммын. Сол романның жартысынан көбісін мен жоғалттым. Бір 60-65%. Қаржы-қаражат журналында әкемдей менің ағам болған аса аруақты қазақтың ұлы суреткер жазушысы Әкім ағамызбен бірге қызмет істедім. Әкім ағаның орынбасары болдым. Әкім аға мені тәрбиелеген адамдардың бірі, шын мәнінде. Әкім аға жалпы өзінен кейінгі ғана емес, өзінің қатарындағы, өзінің алдындағы да адамдарды тәрбиелей алған сондай аса зиялы қазақтың зиялы азамат еді. Сол кісімен қызметтес болғанымен мен әлі күнге дейін қуанамын. Ол кісіден көп нәрсені үйрендім. Ол кісінің сабырлылығын үйрендім мына дүниеде. Сонда жүрген кезімде мен сол романды жоғалттым. Алдымда тұрған жаңағы Нағима деген қызға беріп, өзім командировкаға кеттім, қайтып келсем ол қыз жоғалтып алыпты. Сөйтіп өте қатты налыдым, өте қиын болды маған. Арада бір 4-5 айдай уақыт өтті, содан кейін әкем түсіме кірді. Әкем түсіме кірді, ол кезде жаңадан үйленген кезім, жас кезім. Түсіме кірді таң алдында. Таңғы сағат 5-тен кетіп бара жатқан кез екен. Сол кезде түсіме кірді, ояна келсем. Сонда әкем былай үйге кіріп тұр. Сол 3 бөлмелі үйде тұратынбыз. Соны зал үйде жатыр екенмін деймін. Сөйтсем әкем жарты денесі ғана көрініп тұр. Қырынан қарап тұр маған. Соны айтады, екінші жағы қап-қараңғыда тұр. Енді дүниеден өтіп кеткен адам болғандықтан солай болу керек деп ойладым мен. Сол жарты денесі ана дүниеде жарты денесі маған келіп тұрған секілді болып елестеді. Кейін ойласам. Сонда айтты, мен қараймын, неге жатырсың дейді да. Тұр, ана шаруаңды бітірмейсің бе дейді да. Содан кейін солай бір қабақ қатулы, сол бұрылып кетті. Атып тұрып ояндым. Содан жарыма шелпек пісіртіп, сол күні мазам болмады, жұмысқа келдім. Содан түстен кейін жұмыстан сұранып кеттім. Содан бардым да тамақ іштім түс кезінде. Содан түстен кейін отырдым. Бүкіл роман алғашқы сөйлемінен бастап жаңағы миыма кәдімгі фотографический память дейді ғой, сондай оралды. Сол бірден отырдым. Bir жазғанда мен бірінші тарауын романның алғашқы бірінші кіріспе бөлімді бірден жазып шықтым. Сол түнгі сағат 1-2-ге дейін отырдым, жазып шықтым. Содан ары қарай роман кетті, түгел қайтадан романды қайтадан жазып шығуға тура келді. Міне өмірімдегі ерекше, шығармашылығымдағы ерекше бір сәттердің бірі осы 3 жоғалту болды маған. Осыдан кейін мен мына қазіргі жастарға ол кезде ксерекс деген енді шығып жатқан кез, сонда әлі күнге дейін өкінемін, сонда сол қолымда ксерекс тұрды, сол ксерексқа түсіріп бастырып бердім. Онан кейінгі жерде мен қолжазбаны ұсынбайтын болдым, қазір ксерексқа түсірем, сөйтіп ұсынатын болдым. Кейінгі әңгіме, жалпы мен 2000 мына Таганка деген менің әңгімем бар, сол Таганкаға дейін 2017 жылы жазылды. Сол әңгімеге дейін мен барлығын қолмен жаздым, қолжазба күйінде шығармаларым бәрін. Алғашқы повестерімді, әңгімелерімді бәрін. Ал енді сол мына 2018-2019-дан бастап романды жаздым. Бұлғар табыт. Сонда мен компьютерге басып.
қазір сол бірден компьютерге басам. Сондықтан енді жоғалмайды ғой деп ойлаймын. Алла сақтасын. Иә, осындай. Енді басқаша жаңағы уайым мен сағынышқа байланысты айтайын. Жалпы адам, мысалы мен альпинист деген әңгімені неге жаздым? Жалпы альпинистердің тағдыры біздің Күршім ауданында Құзғынды деген керемет шың бар. Бұл басын түгелдей қар мұз басып жатқан Күршім ауданында ерекше Мұзтау секілді жаңағы басында ол өңірде тек барыс мекендейтін, ол биіктерге адам баласы шыға бермейтін сондай ғажап шың қасқырдың азулары секілді болып тұрады. Сол шыңның етегінде мен Зәйтүн деген біздің түп нағашымыз болды. Сол үлкен аңшы, сондай орманшы, сондай адам болды. Сол кісі бір жолы Алтайдың мына Қаражал өңірінде, сол Қызбейіт жайлауында, оның ар жағында Жүндіқарағай дейді, бізде Жүндіқарағай, Бесқарағай деген жерлер бар. Өз жерлерде мына қарағайдың қалыңдығы сондай жүн секілді өседі. Ит тұмсығы батпайтын ормандарды мен көзіммен көрдім балалық шағымда. 77-78 жылдары. Бұл Жүндіқарағай деген жерлерде қалың орманның сондай жаңағы аю кіре алмайды ондай жерлерге тіпті. Мына кейде қарағайдың сондай бір өсетін жерлері болады. Бұл табиғатта сондай бір тылсым жағдайлар бар. Жалпы Алтай деген мен осы романымда жаздым, эпос деп. Шынында да бұл аңыз эпосқа айналып кеткен дүние ғой. Сондықтан да сонда сол Жүндіқарағайда отырған кезімізде Зәйтүн ақсақал көк ат мініп келді. Қасында бір-екі жігіт бар әкеме. Сол кезде жаңағы аттың үстінде аттың сауырын жауып, барыстың терісі құйрығы жерге шұғатылып жатқан барыстың терісімен атының үстіне, көк аттың үстіне солай өңгеріліп жатты. Мен таң қалдым. Сол бірінші рет көрдім сонда барыстың немене. Оған дейін сонан кейін мен әкеме айттым, әке мен барысты көргім келеді, маған көрсетші деп. Сонда міне нағашың отыр ғой Зәйтүн. Соңғы ана кісі үлкен кісі, опырай балам, сен шың көргің келе ме деді, көргім келеді дедім. Алып барам онда деді. Құзғындыға күзге қарай барамыз оған деді, сентябрьде деді. Сөйтіп күзге қарай біз Күршімді айналып Құзғындыға бардық атпен жаңағы сөйтіп. Сонда сол Құзғынды, атақты Құзғынды шыңына сол әсер алғаш сол бинокльден көрдім мен, дүрбіден. Кейін барысты Сартауда 78 жылы Сартауда екінші рет көрдім, Марқакөлдің үстінде атақты Топай жайлауы дейді. Сонда тағы да қара күзде жылқы түсетін кезде көрдім. Ол кезде тіпті жақыннан көрдім. Осындай өмірімде барысты екі-ақ рет көрдім. Осындай біреуін бинокльден көрдім, біреуін. Осының бәрі менің өмірімде, тағдырымда, жалпы аңшылықпен айналыстым өзімде. Соның бәрі менің творчестволық шығармашылығымда ерекше із қалдырып отырды. Осының бәрі осы балалық шақтағы әсер мәңгілік мен санамда таңбаланып қалып қойды. Сондықтан да болар сол анда-санда түсіме мен туған жерім Сартау мен сол Құзғынды жайдақ кіреді. Сондықтан да сол қаржы-қаражатты әкім ағамен істеп жүрген кезінде бір ғажап жағдай болды. Сол түсіме Құзғынды кірді. Содан үйге келсем, ұлым жүгіріп жүр екен. Құзғынды жаңағы Құзғынды қыздары, қарағай ұлдары, қайыңдай қыздары деп. Сөйтсем бір ауылдан қазір есіме түспей тұр, бір азамат келген екен. Сол сөйтіп өлең шығарып ұлыма үйретіпті. Ол кезде ұлым кішкентай. Сол ерекше әсер етті Құзғынды. Содан бірден ертесінде отырдым да сол Құзғынды, сол альпинист әңгімесін жазуға кірістім. Альпинист әңгімесін мен бір көлемді әңгіме сол бір 5-6 күн жаздым. Ең көп ұзақ уақыт жазған шығармаларымның бірі сол шығар енді. Мен бір аптадан астам уақыт отырдым альпинист әңгімесіне. Сөйтіп альпинист деген әңгіме жаздым.
Кейін сайлау деген жігіт айтады, сен Асеке, мен альпинистті қайта-қайта оқимын, әлі күнге дейін қайта-қайта оқимын, басқа шығармаларың бір төбе, мен үшін альпинист бір төбе дейді да. Өйткені альпинисттің тағдырын, альпинистке қалай сен альпинист болмай, соны қалай альпинисттер секілді суреттегенсің. Мен енді журналистпін ғой, альпинистердің тағдырына байланысты көп нәрселерді оқығам, жаңағы орыстардың альпинистерін оқыдым, басқан жаңағы дейді. Енді білмеймін, енді менің солай түсіме кірді, сондықтан да ерекше сағыныш құзғындыға деген содан бар осылай туып кетті дедім. Жаңағы оған тағы бір себепкер болған, мына менің әйелім профессор, неменеде Қайнар университетінде істеп жүрген кезінде Мақсат Жұмаев деген Оралдың жігіті бар. Қазақтың мына альпинистер қоғамының, профессионал альпинистер қоғамының басшысы қазір. Сол азамат сол Мақпалда қазақ тілін үйренем деп, сол Қайнар университетіне келіп, оқып, немене лекция тыңдады сол Қайнар университетіндегі. Сонда сол айтып келді. Соны Мақсат Жұмаев туралы содан Бауыржан Омаров сол кезде хабар агенттігінде ме, әлде Қазақстанда ма істеп жүрді. Сол Мақсат Жұмаевпен кездесуге өткізіп, сөйтіп соның интервьюін тыңдадым. Соның бәрі маған жаңа альпинистті жазуыма себепкер болды бір жағынан. Осындайдан да кей кезде шығармашылық осылай да туып жатады. Мен өз тағдырыма қатысты нәрселерді айтып тұрмын, өйткені басқаға байланысты емес. Ал енді бұл әңгімеге байланысты, мысалы, немесе повестерге байланысты. Қызыл бөлтірік мен 21 жасымда жазылған повесть, бір сіздерге түрік мағаншын о кезде жаңағы 84 жылы көктемде жазылды, бір 15 күнде жазылды, өте тез жазылды. Өйткені менің бүкіл жан дүниемді тербеп жүрген дүние балалық шағымнан келе жатқан. Өйткені мен бөлтірік аулаған адаммын, бөлтіріктің апанына, мына қасқырдың апанына талай түскен адаммын. Бөлтірікті талай алып шығып, бір тірсегін ғана қиып қалдырып кеткен адаммын. Сондықтан Қауқай деген, Нұрғали деген, Буратай деген атақты күйші әрі аңшы сондай аталарымыз болды. Солармен бірге еріп жүрдім мен сол 3-ші класты бітіргеннен кейін. Сондықтан солар ерекше әсер етті маған, сол аңшылықтардың бәрі. Содан бар менің шығармашылығымда мына аңға байланысты, табиғатқа байланысты ерекше нәрселер менің санамды сол қозғап отырады. Өйткені жалпы балалық шақтағы алған әсер, егер жазушы үшін, ол мәңгілік оның сусындайтын суаты болады. Сол суат шын мәнінде сол балалық шақтан алынады. Әсіресе үлкен дүниелер, роман жазам деген кезде, ол дүниелер адамға ерекше әсер етеді. Сондықтан да мен Каспийдің 4-ші курс оқып жүрген кезімде сол Қызыл бөлтірікті жазуға себепкер болды, және содан сол бөлтірік аулауға байланысты солай туған еді. Жалпы романдарға байланысты былай айтар едім. Енді әркімнің шығармашылығын лабораториясы әртүрлі болатын шығар. Болады ғой, әр жазушының әртүрлі. Кейде бір кішкентай детальдан ғана әңгімелер туындап жатады, мысалы. Түсік деген әңгіме, басқа да кентавр деген әңгімелер сондай нәрседен туындап кеткен. Олар енді басқаша. Ал енді жалпы мына үлкен роман жазу, ол сенің тікелей жазушының ішкі болмысына байланысты. Сенің ішкі болмысың, ішкі рухың қаншалықты бекем, қаншалықты толық, қаншалықты жан-жақты оттегін жұтқандай қаныққан болса, сонда ғана сол роман сол төрт аяғын тең басып дүниеге келеді деп ойлаймын. Жалпы, мысалы, Алтай балаларда сол Алтайдың алғызылым одағайына мен 30 жасымда жаздым, 29 бен 30 жасымда жаздым. Кейін айналып қайталап жазуға тура келді. Сонда соның бәрінде, мысалы, ол менің ішкі жан рухым, балалық кезден келе жатқан менің ішкі болмысым деуге болады. Сондықтан да мына Бұлғар табытта да солай, соңғы жазған романым. Ал енді, мысалы, қалада құтпандар, қарабура секілді дүниелер, олар
жазушыға тікелей қатысы шамалы болады ондай дүниелер. Ондай дүниелер жалт еткен бір сәттен туындап кетеді. Мысалы, Қарабура деген Ескендір деген шалды мен өзім көзіммен көрдім, ақсақалды. Соңғы түйесі бурасы болған сондай адам еді. Ол кісінің сол бурасын көрдім, содан барып туындап кетті мысалы. Сол секілді. Ал енді мысалы қалада құтпандарды мен мына жұлдызда істеп жүрген кезімде 90 жылдары көктемде жазылды аяқ астынан. Өзі бір жоғы бір аптаның ішінде жаздым, өте тез жаздым. Қолжазбам бар әлі дейін. Бірден ақ қағазға, мен жалпы мынандай үлкен ақ қағазға жаздым бірден. Сонда жаңағы мынау Алматыда Саяхат деген жаңағы автостанция болды. Соның қасында көктем кезі марттың аяғы болу керек. Алматы жылып кеткен жайма-шуақ бір керемет күн болып тұрды, сондай жаз секілді болып. Сол кезде бір 5 ит бірін-бірі қуалап, Саяхаттың алдында аллея бар, бер жағында мына Көкбазарға кететін. Сол жерде ағаштардың арасында жүріп, сол жерде жатты. Соған ұзақ қарап тұрдым. Содан барып осы қалада құтпандар туды. Мысалы, осылай да туады кей кезде адам шығармашылығында. Енді жалпы шығармашылыққа адам келейін деп келмейді. Мен мысалы, баяғыда да айтқам, мен балалық кезімде геолог болғанда армандаған адамдардың бірімін. Өйткені геологтардың тағдырына қызығатымын. Олардың орманды, тауды еркін аралап, шатыр тігіп қойып, жаңағы сол шатырда қастарында жап-жас келіншектері болады, сонда жатады, орысы бар, басқа ұлттар болады ішінде. Соларды мен әкеме айтып, Майқапшағай деген жерде бірнеше әдейілеп барып көрдім. Кейіннен жаңағы соның бәрі балалық кездегі әсер. Ол кезде мен бір жоғы сол 7-8 жастағы баламын. Содан барып жаңағы мына геолог болсам деген жаңағы олар әкем айтатын, олар жер тінтушілер деп. Сол жер тінтушілер болғым келеді деп сөйтетінмін. Бірақ адам өмірі олай бола бермейді ғой кей кезде. Осылай бұрылып кетеді. Бәлкім сол Алтайдың табиғаты, Алтайдың ерекше болмысы менің жан дүниеме солай ерекше әсер еткендіктен де мені жазушы қылып алып шыққан шығар деп ойлаймын. Әйтпегенде мен бәлкім басқа мамандық иесі болып кетер медім. Жалпы мысалы біздің үйде біз өзі 5 ұлмыз, 5 қыз. Мысалы мына осы сөз өнерін қуған мен ғана, қалғандары мүлде басқа кәдімгі өмірдегі мамандықтардың иелері. Сондықтан да осындай болады. Енді бір нәрсе айтқым келіп тұрған нәрсе, енді мынандай жалпы роман кеше өткенде Бауыржан айтып қалды, роман туралы айтқаншы деп, роман туралы романның хикметіне байланысты деп. Жалпы романның хикмет деген ерекше, ол енді роман деген негізі полифонизм дейді ғой. Шын мәнінде ол аст үстіне. Баяғыда Мұхтар Мағауинмен бірге қызмет істедім. Аласапыранды оқыдық, барлықтарыңыз да оқыған шығарсыздар деп ойлаймын. Аласапыран қазақтың мына тарихи романдардың ішіндегі ұлы роман деп есептеймін мен өз басым. Ондай шығарма енді қазақ әдебиетінде туатын шығар болашақта. Мұхаң секілді тарихты терең таныған, терең білетін, сондай білім көзімен сусындаған адам келсе, сондай адам шығармашылыққа келсе, бәлкім туар, тумас деп айтуға болмайды. Бірақ ол Мұхтар Мағауиндікі басқа. Оныкі басқа болып шығады. Мұхтар Мағауинге сол кезде мен бір сұрақ қойдым Мұхаңа қызмет істеп жүрген кезінде. Мұха, сіз мысалы мына отаршылдыққа байланысты Аласапыранда сондай білдірмей, жымын білдірмей жібергенсіз деп. Сонда Мұхаңның көрсеткені бар, екі қолын бұлай асты үстіне бұлай келтірдім де бәрін сөйтіп жібердім ғой. Сондықтан да онда қабат болып отырды дейді. Сондықтан да сол Мұхаңның сол қат-қабат дегені рас, сол әуезовте де қат-қабат деген бір мына қат-қабатты Абай жол романында
тарау бар, егер қателеспесем. Соның бәрінде мына романда осындай қат-қабат тараулар, немене көрінбейтін қабаттар болады. Жаңағы. Сол секілді мен мысалы мына алғашқы романымнан көрі, сол менің мына Бұлғар табыт романында мен соның біраз өз ерекшелігіме байланысты сондай дүниелерді өзінше қолдануға тырыстым, солай қолдандым деп ойлаймын. Жалпы адам тәжірибемен роман жазуға келген кезде қалай болғанда да тәжірибе бірінші орынға шығады. Ол жерде мысалы адам жастай бірден роман жазуы мүмкін, бірақ тәжірибе жетіспегендіктен романның олпы-солпы жері, әлсіз жақтары көп болуы мүмкін. Сондықтан да кез келген жазушы алғашында әңгімеден, повестен түсіп барып, сүрінген барып үлкен романға келеді. Жалпы нағыз жазушылар, орыс жазушылары болса да, әлем жазушыларын қарасаңыз да, тіпті әңгімені көп жазған Гиде Мопассанның өзінің өмір романын немесе Пышка повесін қарасаңыз да, ол да солай келген, бірден жазбаған. Бірден жазған бірен-саран жазушы бар. Мысалы, мен мына орыстың ұлы жазушысы ғой енді, ол казак, орыс деп айтылады, орыстың атынан кетті. Жалпы казак деген казактар ол жеке сословие, орысқа жатпайды негізі. Михаил Шолохов. Сол мысалы Тынықдонды жастай жазған, 21 жасынан бастап жазған дейді. Енді Тынықдон қайтып сондай дүниені ол тудыра алмаған. Сондай бір өзі Дон бойындағы соғыстарға қатысқан адам, өзі казачествоның құрамында болған адам, большевизм мен сол кездегі оның алдындағы патша үкіметіндегі царизм екеуінің арасындағы жағдайды өте жақсы білген, өзі бастан кешкен, оның атақты қал деген әңгімесін білесіздер. Сондықтан да Шолохов Тынықдонға ешқандай дайындықсыз келген жоқ. Ол оның алдында Толстой секілді, Толстой Севастопольский рассказыны қалай жазса, Шолохов Донской рассказы деп солай жазып барып, сүрінген барып Тынықдонға келген адам. Сондықтан жаңағы оның алдында өзінің тәжірибесі болды. Және оның алдында үлкен орыс мектебі тұрды. Орыс мектебі ұлы Толстойдан бастап. Сондықтан ол мүлде басқаша. Ал енді біздің жазушылардың алдында, қазіргі жазушылардың алдында үлкен мектеп тұр. Ол бүкіл қазақтың әдебиеті тұр. Қалай жазу керек, егер тереңдеп оқыса. Жалпы мына университеттерде мына қазақ әдебиетінің білімін берген кезде біз үстірт беріледі бізде негізінен түгелдей. Бірақ оның ішкі лабораториясына кіре алмайды. Мысалы, сондықтан да мысалы Шолоховтардың орыс әдебиетінде Горький атындағы литературный институтта біз өзіміз оқыған жоқпыз, бірақ сондағы оқып келген жігіттердің айтуына қарағанда сол жердегі профессорлар ол лекциямен шектеліп қалмайды. Олар жазушының жеке лабораториясындағы жағдайларға байланысты содан барып туындап жатады. Сондықтан да кейде адам роман жазып отырған кезде сенің ойыңа мүлде бағынбайтын сондай сәттер туады. Жалпы көркем шығармада, мысалы әсіресе кез келген шығармада кейіпкердің болмысы деген болады. Ол жазушының болмысына қатысты дүние емес негізінен. Осыны шатастырмау керек. Бізде көп нәрсе осыны шатастырудан туады. Жаңағы. Өйткені мысалы аю туралы жазып отырып, аюдың сіз жазып отырған кезде психологиялық сәтте сіз ол аюдың болмысына кіріп кетесіз. Жазушы ол өзі де білмейді оны. Саналы емес, бейсаналы түрде подсознательно дейді ғой. Сондай анау санаңның арғы бір түкпірлерінде нәрсе оянып кетеді, инстинкті түрде. Сіз оны білмейсіз де, солай суреттеп жазып қоясыз. Маған Қалихан ағам қалаған соны мына менің романымды бірінші журналда шыққан кезінде оқыған, кейін сен ана романың шығыпты ғой, кітабыңды берші деді. Жаңа бердім. Соң звондап бір жолы үйіне шақырды, бардым.
бәйбішесімен. Сол кезде әңгімелесіп отырған кезде айтты, Асқар деді, мен ғұмыр бойы осындай роман армандап едім деді. Ғұмыр бойы Алтайдың осылай мына табиғатымен қоса жан жануарын, сонысымен қоса адамның болмысын, ішкі жан дүниесін беретіндей. Сен мына аюдың психологиясын, аюға қалай сен барғансың деді. Соны мен айттым, аға, мен енді аңшы болдым, жалпы аюды мен жаңағы сізге өтірік маған үшін 20-30 метр жерден ұшырасқан кездерім болды дедім мен. Мысалы, атақты Тынбай деген шат бар, мен жаңағы немене Қарақат дерет, сонда ұшырастым бір рет. Менің жаңағы әңгімем бар, кейін жаздым. Атпен келе жатып, ол жылқы қайырып жүріп. Екінші өлен кейін Бақай деген жерде Тайшын деген атақты, Тайшын деп немене мен бір әңгімеме кейіпкер қылып алдым. Тайшын деген сөзді, Тайшын деген шат бар бізде ғажап. Сонда мен аюды жаңағы түнде әкемдер аю атуға барған кезде аюды бірге атуға барған адаммын. Сондықтан да мен аюды жаңағы оның ішкі оның қонжықтарын бәрін сізге отырмаған үшін 20-25 метр жерден ойнап жүрген жерінен көрген адаммын. Сондықтан да маған енді соның бәрі ерекше әсер еткен шығар. Бала кезімнен аң құстың арасында өстім. Сондықтан болар деп жауап беріп едім жаңағы. Сонда сол қалағанның негізі байқап отырғаны шындық. Ол кей кезде адам ол жазайын деп жазбайды, жазып отырған кезде ол сіз соны сезінбей де қаласыз соны. Сіз соның болмысына кіру керек деп отырғаным сол. Сондықтан да жаңағы кейіпкер болмысы, автор болмысы деген нәрселер, бұлар екеуінде бір табиғи ғарыштық бір байланыстар болса керек. Сондықтан да сондай дүниелер жазу барысында туындап жатады. Сондықтан да мысалы әсіресе қолына қалам алған адам шығармашылық мәселесіне келген кезде сол тақырыпты, сол дүниені, сол жазам деген дүниені ол бүге шігесіне дейін жан дүниесінен, өзінің ішкі жан дүниесінен, сана сүзгісінен, жүрегінен өткізу керек та, сондай жағдайда ол табиғи ешқандай күмәнсіз шығады деп ойлаймын. Ал егер сіздің жүрегіңізден өтпеген дүниені ол өте күмәнді деп қараймын. Мен жалпы өз жүрегімнен өтпеген дүниелерге қалам сілтеп те әуре болмаймын, ондайға басқан емеспін. Өмірімде бір-ақ рет бір заказбен жазылған әңгіме болды. Оны көп талдап жүр жұрт. Әсіресе мына жастарға ұнады, кейбір үлкен ағаларымызға ұнамай да қалды. Ол басқаша туындап еді. Түсік деген әңгіме. Мына Нұртөре Жүсіп деген ағаларыңыз бар, білесіздер. Сол Жас Алашқа бас редактор болып келе қалған кезі, сонда ол бір заказ берді. Звондайды Нұртөренің өзі. Асеке, ол кезде қаржы-қаражатты істеп жүрген кезім, как раз әкім ағамен бірге. Асеке, сен қазір жұмысты бәрін таста, таңертең біздің қолымызға жаңағы біз айтқан тақырыпта әңгіме жазып алып бересің. Нұреке, мен ондай нәрсе, ондай адам емеспін, мен немене журналист деп ойлайсың ба? Сен көрдің бе, мен журналистік мақаламды көрдің бе даже дедім. Мен жазбаймын ғой ондай нәрсе дедім. Мен тем более көркем шығарманы мүлде жазбаймын деп сөйтедім. Сол кезде Нұрекең айтты, Нұреке, Асеке, сен мен сұрап тұрмын саған. Өйткені 3 адамды белгіледік деді. Біреу үлкен буын, содан кейін орта буын, жас буыннан, ол кезде мен жас кезім, сен жас буыннан сен белгілеп отырмыз. Жаңағы бір бет жазсаң да әкеп берші бізге деді. Содан мен осы түсік әңгімесі содан туып нетті. Сонда бір сөйтсем Қалихан ағам таңдаған екен. Екіншісі Жанат Ахмади деген жазушы бар. Марқұм, екеуі де марқұм болып кетті ғой, ағаларымыз. Сол кісінің үшіншісі мен болыппын. Сөйтіп үшеуін де жариялады Жас Алаш газетінде. Сол түсік деген әңгіме солай туып еді. Кейін әрине түсікті қайтадан газеттегі нұсқасынан сәл өңдеуге тура келді. Өйткені тереңдетуге тура келді. Өйткені ана жерде асығыс жазылды ғой. Келдім ойыма, жұмыстан келдім, жұмыстан жай келеміз. Түнде отырып жазуым керек, таңертең беруім керек. Түк ойыма ештеңе келмеді. Түнгі сағат 12-ден кейін барып
столға отырдым, содан кейін барып келді. Соңы бір таңғы сағат 4-ке дейін бір 4 бет пе, 4,5 бет пе сондай шығарма болып алғашында солай туған еді. Осындай, осы өмірімде заказбен жазылған шығарма осы түсік әңгімесі. Бұл енді таза шығармашылық лабораториясына байланысты айтып тұрмын. Ал енді шығармашылық шеберлікке байланысты мәселе ол терең нәрсе, оған барудың керегі жоқ. Мысалы, сіздің кейіпкеріңіз біледі оны тағы да. Мысалы, менің кер жақтың монолог деген әңгімем бар. Сол кер жақтың монологында, мысалы, ол Сартау деген атақты тау, төбесін қармен мұз басып жатады, ғажап. Қазір қармен мұз да қалмайтын болды, тақиядай бір қар қалатын болыпты кейінгі жылдар, қазір ол да қалмайтын болыпты. Дүниенің жылынғаны сондай. Сол Сартау бұлай қарасаң, қазақтың көзімен қарағанда бір анау марқа қозы секілді, соның жоны секілді болып көрінетін. Ал енді менің кейіпкерім кер жақтың көзімен қараған кезде ол торайдың жоны болып көрінеді. Сондықтан да осындай ерекшелік болу керек. Мысалы, өйткені сіздің кейіпкеріңіз, сіз кейіпкеріңіздің ойымен ойлай алу керек, кейіпкеріңіздің сөзімен сөйлей алуыңыз керек. Мысалы, кейіпкеріңіз шетелдік болса, орыс емес, ағылшын болса, сіз ағылшынның ойымен, ағылшынның менталитетімен сөйлей алуыңыз керек. Егер сіз олай сөйлей алмасаңыз, сіздің шығармаңыз, бүкіл шығармаңыз өтірік болып шығады. Сондықтан біз осыны ескеруіміз керек. Бізде қазір мысалы жазушы болам деп жүрген азаматтар үшін, жастар үшін осы мәселені терең меңгеру керек адам. Сондықтан да мен өз басым қазақ жазушысы болғандықтан мен қазақтың көзімен қараймын. Бірақ та мен мысалы жаңа кер жақтың көзімен қараған сәттерім бар. Басқа адамның көзімен. Содан кейін мынандай психологиялық моменттер, жағдайлар болады. Мысалы, Тұрысбек Сәукетаев маған менің Туажат романым шыққан кезде бүйтіп айтты: Асеке, сенде анау романның бәрі әңгіме жоқ, өз шағын роман ғой, бірден жұлдызда басылды, 2011 жылы бәр жоғы 17 күнде жаздым, 150 беттей, 140 беттей дүние болды. Сонда жаңағы ішінде бір бүкір жігіт бар, бүкір. Сол бүкір енді анайылық істейді. Сол бүкірге ол қатты қызығыпты. Бұл мына бүкірді мен енді қазақ әдебиетінің бәрін қаншама әдебиетті қарап жүрмін дейді де, Тұрысбек өзі де роман жазған азамат қой, өзі де жақсы жазушы. Сонда мына бүкірің мүлде ұқсамайды, бұл қазақ әдебиетінде жоқ мұндай кейіпкер дейді де. Мен таң қалдым. Сен енді осыған мынандай, осының тағдырын бер, ары қарай ол кім, өмірінде кім болған, ол қалай осындай жағдайға тап болып тұр дейді де. Мен айтам, ол эпизодтық кейіпкер. Ал енді мен оған тағдыр берсем, ол романға ана бүйірден қосылған аппендицит секілді соқыршек болады, есіңізде болсын дедім жаңа. Мына шеберлікте соны меңгере білу керек. Көп адам, мысалы, жазушы өзінің негізгі тақырыбынан, негізгі мәселесінен ауытқып кетпеу керек. Сол бүкір үшін, енді оның бүкірдің тағдырын беріп, оны тіпті бір әртүрлі штрихтармен беруге де болады. Бірақ оның қажеті жоқ. Өйткені негізгі мәселе кейіпкер оқып отырған оқырманның көңілін басқа жаққа бұрып әкетуге болмайды. Негізгі мәселеден ол айнымай отыру керек. Сол кезде адаспау керек те. Осындай мәселе. Мысалы, осындай мәселені игеру керек те, мысалы, жазушылықта осы мәселелер жазушылықта мына білім арқылы келеді. Білім не үшін керек? Әдеби білім. Сол үшін керек. Ол талант болуы мүмкін. Бірақ білім мен білігі сай келмесе, талант әдірем қалады. Небір талантты адамдар болады. Кейін бірақ жаза алмай қалады. Неге жаза алмай қалады? Біріншіден білім жетіспейді. Екінші, ішкі стержіндегі білік жетіспей қалады. Ал өзінің талантына дандайсиды көп жағдайда. Ол ең қауіпті нәрсе осы. Мен болдым, толдым, ой, мен ананы жаздым, мынаны жаздым, менен артық кім жоқ. Олай емес. Мүлде олай емес. Сенен де артық адамдар бар, жеткілікті. Және де болады да береді. Сіз үнемі өзіңізді қамшылап отырсаңыз, үнемі өзіңізге риза болмасаңыз, шығармашылығыңызға, ішкі жан дүниеңізде одан да жақсы дүние тудырам, басқаша болады. Мен
ойлау жүйем басқаша болу керек десең, сонда ғана жақсы дүние туады деп ойлаймын. Сондықтан осы шығармашылық шеберлікке байланысты осындай мәселелер бар жаңағы. Стильге байланысты да осындай мәселелер. Стиль деген мәселе қалай? Мысалы, сіз әңгіме жазып отырсыз, повесть жазып отырсыз, роман жазып отырсыз. Бірақ әр шығармаңыздағы стиль әртүрлі болу керек. Өйткені оны сіз білмейсіз. Оны сіздің алып отырған тақырыбыңыз, суреттеп отырған суреткерлігіңіз сол сәттегі. Сөнген сол сәттегі кейіпкердің жан дүниесі болмысы. Сол өз ерекшелігімен алып шығады. Сонда ғана сенің шығармаларың бір-біріне ұқсамайды. Маған талай рет бір аттарын айтпай қойын, біраз жазушы жігіттер айтты. Асеке, сенің шығармаларың бір-біріне ұқсамайды мүлде. Романдарың да солай, повестерің де солай, бұл қалай дейді да. Мен айтам, ол менің ерекшелігім емес шығар ол деймін да. Ол сендер ойлаңдар, ол шығарманың ерекшелігі болу керек. Мен сол шығарманы солай жан дүниемен игердім, солай туындады. Мен жалпы жаздым деп айта бермеймін, негізі туды деймін да. Негізі мына әйел адам секілді шығармашылық адамдар шын мәнінде туады. Ішкі жан дүниесінен туады ол, рухынан туады. Сондықтан сол сәттегі рухыңыз сіздің қалай болады? Сол сәттегі сіз игеріп отырған оқиғаңыз, сол сәттегі кейіпкерлерді ойлау жүйеңіз, сол сәттегі кейіпкерлердің ойлау жүйесі, солар сіздің жан дүниеңізге кірген кезде солай болып шығады. Сол кезде ол сіздің шығармаңыз басқа біріне бірі ұқсамайтын болып туады деп ойлаймын. Рахмет. Көп сөйлеп қойған жоқпын ба? Алтайдың барысын айттыңыз, аюын айттыңыз, бәріміздер Алтайға саяхаттап қайттық. Алтайдың кері болса атанған оралған бөкей жайлы естелік айтып берсеңіз, және жазушының жары қандай болу керек? Мақпал Оразбек апай біздің университеттегі мұғаліміміз, сондықтан жалпы жастар өтір жарды қалай таңдау керек жөнінде айта кетсеңіз. Рахмет. Біріншінде Оралхан ағамыз туралы айтайын. Енді Орағам мен Орекеңді ойлаған кезде жүрегім ауырады жалпы. Қазақтың ұлы суреткер еді. Шын мәнінде ұлы суреткер. Өзінің қатарындағы кейбір азаматтар оны тіпті жазушы деп есептеген жоқ. Тіпті кейбір ағасы оны жазушы емес деген әңгімелерін естіп қалған кездерім болды. Олармен қатты сөзге де барысып қалған кездерім болды. Сіз сонда қаншалықты Оралханнан биік жазушысы деп. Ол шындық. Мына кей талант уақытында мойындалмай да жатады. Уақытында ерекше, оқырман ерекше мойындаған адам Оралхан ағамыз. Оралханды әлі күнге дейін жастар қолына қалам алған, әдебиетке келген, жазушы болғысы келген, әсіресе прозаик болғысы келген адамдар Оралханды айналып өте алмайды. Мен бұрында айтқам, екі адамды айналып өте алмаған біздің қазақтың жазушылары. Біріншісі Әуезов. Алаштың бүкіл жазушыларын айналып өтуі мүмкін. Аймауытовты да айналып өтуі мүмкін. Бірақ Әуезовті айналып өте алмайды. Ол бір. Екінші мәселе, жастар, әсіресе жас прозаиктер Оралханды айналып өте алмайды. Осы шындық. Бұл ақиқат шындық. Орағам туралы естелік айтқан кезде, енді Орағаммен мен бұрында айтқам, Орағаммен өте қатты жақын араласқан екі адам болды. Оның бірі Талаптан, менің досым, марқұм. Екіншісі көзі тірі, міне, Жүсіпбек Қорғасбек. Екеуі де Орағам екеуін де өте қатты жақсы көрген, сыйлаған сондай азаматтар еді. Екеуі де Орағаңның прозасына бас иген, және Орағаңның прозасына жарым-жартылай еліктеген азаматтар шығармашылықтарында. Мен өз басым Оралханға еліктеген жоқпын. Менің бүкіл шығармаларымызды қарасаңыздар, Оралхандағы мұң, Оралхандағы қасірет, немесе Оралхандағы үлкен романтизм менің шығармаларымда жоқ. Өйткені мен ондай дәрежеде
бәлкім мен орағанға кейін келген шығармын деп ойлаймын. Неге жоқ дегенде. Ал мысалы Талаптан ағамыз маған аға болады, бір жағынан досым, орағанды басына жастап жатып, ерекше жақсы көріп, оған еліктеп, мұң деп ат қойып, кітабының атын, шығармаларын, әңгімелерін орағанмен еліктеп жазған сәттер болды. Бірақ Оралхан ағам оған не айтқанын білмеймін, мен бірақ Талаптан досыма айтқан кезім болды. Тәке, сен орағанға көп еліктеп жатсың. Мына ұлы суреткерлерге еліктеген, сен оның көлеңкесіне түсіп кетесің. Ол өте қауіпті нәрсе. Мына жастарға айтарым, ешқандай жазушыға еліктеуге болмайды. Әлемнің жазушысы ма, қазақтың жазушысы ма, орыстың жазушысы ма, онда еліктеуге болмайды. Менің бақытыма қарай, жаңағы орағама мен мысалы еліктеген жоқпын. Енді орағаммен мен 2 рет үйінде болдым, 2 рет әңгімелестім. Екеуінде де мына кейінгі Ардақ жеңгемізге үйленіп қойғаннан кейін, мына Ардақ жеңгеміз анау Айханға жаңадан босанғаннан кейін, сол кезде картишка көтеріп барған кезім болды үйіне. Кәдімгі 4-ші қабатта тұратын, соған картишка көтеріп шыққан. Өйткені бір мөшек картишка, содан кейін анау шопыр болды. Сөйтсем есіктің алдында тұр екен, ораған өзі кербоқ секілді бүйтіп жан-жағына қарап. Соң атып шығып едім әбет кезінде. Ой, Асқаржан, жақсы кездессің, жүр дейді. Есіктің алдында машинасы тұр. Ешкім таппай тұр едім, жүрші деп. Сөйтіп, бірінші жолы сөйтіп. Ол кезде ондай көп ештеңе көп әңгіме бола қойған жоқ, шай іштік. Содан кейін мен сен әкең кім еді, семьяң осылай анау соларды ғана сұрады да қойды. Ол кезде көп әңгіме бола қойған жоқ. Екінші рет тағы да екінші жолы өзі кәдімгі 3-ші қабатта отырамыз. Сол кезде орағам келіп, Асқаржан, есігім ашық тұратын, жүрші бері кел деп. Содан кейін түске жақындап қалған кез, сол сағат 12-ден кейін кез. Біз негізі 12-де келеді біздің немелер. Бірақ мен ерте келем, орағамның ерте келеді жылы журналда. Сол кезде жаңағы жүрші деді, аға, Ахат ағамыз бар, Ахат ағамыз өзі бір тықылдаған адам, сағат 12-ден кейін тексереді. Ахат қой, өзім айтам деді. Қолын сілтеген әзімге 2 көз алдымда. Өзім айтам, жүрші деді. 6 айдан бал келді. 6 айдың балын сағынған шығасын деді. Әрине аға дедім. Сөйтіп үйіне бардық. Сонда шай ішіп отырып жеңгемізді көрдік. Сол жерде 2-ші рет. Ол кезде енді емен жақын әңгімелесіп сөйтіп отырдық үстелдің басында. Ана мынау әңгіме айтып күлдіріп деген секілді бір-біріміз. Содан кейін ораған өзі мысқылшыл еді ғой, мысқылдап сөйтіп жеңгемізге тиісіп сөйтіп отырды. Содан кейін анау зал үйіне өттік. Зал үйде әңгімеден көз алдында жаңа былай кіресің, мына қабырғада қарсы мына жақ қабырға, мына жақ терезе, 2 қабырға, мына жақ қабырғада немене тұр, диван. Мына жақ бұрышта шағын үстел тұрды. Қарама қарсыда қабырғада үлкен дулыға емес, ана қалқан. Содан кейін найза, шашақты кәдімгі найза жасатқан екен. Соны қалай менің найзам деп сөйтті. Аға керемет екен, мынау Қабанбай атамыздың найзасы осындай болған шығар деп күлдім мен. Найзасы шынында да жуан күшті жасалған, сондай аттың қылын мойнына сөйтіп салған екен. Сол жерде әңгімелестік, сол кезде біраз әңгіме айттық әдебиет туралы. Сол кезде мен сол кезде кішкене орағамды ренжітіп алдым ба деп те ойлаймын. Сол кезде мен ол туралы жаздым да, орағам туралы. Хан Алтайдың хан ұлы деген менің немнем бар, мақалам бар. Сонда Талаптан туралы, Әкім аға туралы, Талаптанның қалай келгені туралы, Оралхан ағамыздың қалай алғаны, Әкім ағаның қалай көмектескені, Талаптанның тікелей жазушылар одағына
келуіне әкім аға тікелей себепкер болды. Оралхан қыңқ деместен алғаны, сөйтіп Уәлихан Қалижан туралы жазғам, соның ішінде мен бәрін неткем, Бауыржан Умаров туралы соның ішінде бар, сондай. Оралхан ағамыз туралы осындай енді. Ал енді Ардақ жеңгемізді сонан кейін бір рет, орағам дүниеден өткеннен кейін бір рет көрдім. Талаптан марқұм қайтыс болған кезінде көріп қалдым Ардақ жеңгемізді. Өйткені Талаптан жақсы араласты, Ардақ жеңгемізбен ерекше араласты. Жаңағы сонан кейін үзіліп қалдық. Қазір араластығымыз жоқ. Оралхан туралы айтқанда осындай. Енді екінші мәселе жаңа жартаңдауға байланысты енді. Адам мына Мұхан өзінің 50 жылдығында үйінде 50 жылдығын өткізді. Сол кезде Рамазан аға бар, Тоқтаров, Ғафекең бар, Дәмеш апай бар. Мұхан зал үйінде немене болды, 50 жылдығын өткізді, үйіндегені атап өтті ол кісі, коллективті жеке шақырып. Сонда енді алдында басқа өзінің қатары жолдастарын шақырып жасаған шығар, бізге енді коллективке жеке жасады ол кісі үйінде. Сол кезде түс кезінде. Сол кезде сол кісінің айтқан бір сөзі бар еді. Жаңағы әкеме айтып едім дейді да. Әкесі айтқан ғой, ана ұлым, ана Бәленбайдың қызы қалай саған деп, біз немене нетіп отырмыз енді, әке шешесін бәрін білеміз деп, сондай әңгіме айтқан секілді. Сөйтсе Мұхаңның айтқан сөзі бар сол кезде. Әке, екі нәрсені өзім таңдаймын, басқасына осы екеуін араласпаңыз деп айтыпты. Мұхан қызық қой мінезі. Біреуі жұмыс депті, екіншісі әйел таңдау депті. Сол секілді мен де сол әйел таңдауға келген кезде сол шешем, мен 32 жасқа дейін бойдақ жүрдім. Соң шешем сол 27 жастан кейін маған қыңқылдай бастады. Соң кейін шешем айттым. Шеше дедім, әйел туралы әңгіме айтпаңыз дедім. Соң қайтып айтпайтын болды. Әйел туралы мүлде әңгіме айтпаңыз. Осы бірақ тілегім бар сізден, әйел туралы айтпаңыз. Соң үйленген жоқ. Мен үйленем деген кезде қатты қуанды анам. Енді өмірде қыз балаға адам бәрінде жассыңдар, жас болдық, ғашық болдық, көзсіз ғашық болған кездеріміз болды. Әскерде жүрген кезінде өзімді өзім атып тастамақшы болған сәтім болды. Өз басымнан кешкен бұл Ленинградский военный округта Каспийді бітіргеннен кейін мен Ауғанстанға сұранған қазақтардың бірімін. Мен ол бір патриотизмнен сұранған жоқпын. Мен бір ерлік көрсетейін, онда бір Совет одағының батыр болайын деген жоқ. Мен жалпы Совет одағын жек көрген адамдардың бірімін. 79-да менің әкемді Совет одағы өлтірді, КГБ. Сондықтан мен өте жек көрген адамдардың бірімін. Комсомолға өтпеген адаммын. Иә. Сол пионерге ғана өтіп келген, октябрет пен пионерді ғана көрген, комсомолға өтпеген, әскерде де коммунист қылғыларды келіп өтпедім. Сондай, өйткені жек көрдім. Шынында да жек көрген адамдардың бірімін. Өйткені ертерек 73-74-тен бастап Аймауытов туралы, әсіресе Аймауытов туралы біздің ауылда көп айтылады. Өйткені Дариға Болыс деген біздің апамыз Қожамбеттің ішінен шығады. Болыс болған ана, ғажап. Ақбілек романының Жүсіпбек Аймауытовтың соның кейіпкері, Ақбілек деп аталына, Ақбілектің жайлауы бәрі тұр. Дариға апамыз болыс болған, өмірде болған адам, ғажап адам болған. Мына Қалғұтта мен оқыған мектепті сол Дариға болыстың мектебі болды. Соны ашуға себепкер болған Жүсіпбек Аймауытов. Жаңағы Марқакөл мен Күршімнің тура қақ ортасында Қалғұт деген ауыл бар, Марқакөлдің шекарасында. Жаңағы. Сондықтан мына жар таңдауға байланысты келген кезде, айтқан кезде бірді айтып бірге кетесің.
мына анам сол мен үйленген кезде қатты қуанды, бірақ та енді Мақпалмен мен случайно жолықтым. Мен жаңа айттым, жаңағы әскерде жүрген кезде мен кімді бір қыз баланы жақсы көрдім деп. Бірақ мен әскерде жүрген кезде ол тұрмысқа шығып кетті. Ол бүйтіп хат жазды, мені ұрлап кетті деп. Кешір деп. Алып қашып кетті. Бірақ енді шын өтірігін білмеймін. Өмірде онымен 2 рет кездестім, ол қызбен. Бірақ ол туралы әңгіме болған жоқ. Ол кезде ол тұрмысқа шыққан уже. Аяғы ауыр екен, сондай. Ол да ұстаз. Енді маңдайыма менің, наверное, сол ұстаздар жазған шығар. Ал енді Мақпалмен де сол академияны алып та, случайно бір айдада бір қыз келіншектерге мен бойлап болған соң 30-ның үстіндегі сүл бойдағы адаммын. Бір қыз келіншектерге звондап отырған кезімде Мақпалды айнадан көрдім алғаш. Зәки Ахметов, атақты академик Зәки Ахметов деген ақсақал бар. Сол кісінің кабинетіне кіріп қалғам. Ол кезде Жұлдыз журналында істеймін. Тұрсын Шаңбаев деген жігіт бар, Тұрдығұл Шаңбаев, ғалым. Сонымен бірге кіріп қалғам. Ол екеуміз өзі кейде бір бойдақтық құратын әдетіміз бар еді, жаман. Сондай. Сөйтіп, сол жағыма Зәкияға жоқ екен, анау төрдегі үстеліне отырып, ана телефон алып звондап отырғам. Сол бір қыз кіріп келді, жаңағы сыңғырлап күліп, бір 2 адам кіріп. Есімде олар қараған жоқпын. Соң кейін Тұрдығұл таныстырып жатыр, мынау Асқар Алтай деген жазушы анамды. Соның ана қыздардың дауысы шықты. Білмеймін, мен Әуезовтен басқа жазушы жоқ мен үшін деді. Соң ойбай деп жалт қарадым бүйтіп. Соң анау айнадан түрін көрдім де, шашы су, осылай бюролап тастаған шашын. Жаңа көзін қарақаттай болып көздері көрінді, сол күліп тұр екен. Міне сол айнадан ғашық болдым да, содан кейін сол сөз маған жүрегіме шын болып тиіп кетті де, содан барып жаңа ұстаздарыңыз қазіргі Мақпал Оразбекпен солай танысып, содан екеуміз ол маған тұрмысқа шықты дегендей сонда. Енді тұрмысқа шықпаймын деді, әрине, енді ол мен ғалым болатын адам, ол шынында да ғалым болатын адам еді өзі. Табиғат ғалым адам, табиғат ұстаз, жаңағы мінезі жаңағы бірден айтып тастайтындығы бар. Жаңағы сондай. Жалпы біздің Найманның қыздарының мына жерде Розада отыр. Жақтырмаса бірден сарт еткізіп айта салады. Сен көңіліңе келеді, ау, қаяу түседі, ондай әңгіме жоқ. Ол бір жағынан дұрыс. Ер азамат соны көтере білу керек та. Жаңағы. Ал қазіргі шыңқетпес жігіттер әйелдердің, қыздардың сөздерін көтере алмай жатады да, ол еркек емес. Жалпы еркек бола білу керек те, кей мәселеде көтере білу керек та. Рахмет. Мына жерде Асқарға бір балапан сіздің шығармашылығыңыздан бір зерттеу жұмысын жазып жүр екен. Осы баланы қазір сізге шақырсам. Сізбен бөлісесіз. Саламатсыздар ма? Бүгін үлкен бір сәтті туып тұр біздің осы Асқар Алтайдың киелер сауысқан әңгімесіндегі кие обал ұғымы деген бағытта тақырып алып оқушы екеуміз шығармашылық жұмыспен жұмыстан жүрдік. Осы бағытта жаңа тағы да бір ой туындап, сондай балам көрсін деп, жазушымен тілдесіп қайтайық деп, осы кеше Фейсбуктан көріп қалып, соның сабақтарымды қыздарға тастап кетіп, осы көрейік деп келіп тұрмыз. Өте қуаныштымыз. Енді сол бізде мына жоба бойынша бір оқушымыз суретке түсіп, сізден бір автограф алған суретке түсіп алуға бола ма деген. Кәреге суретке түсіріп ала қойыңыздар. Осымен болып қалды ғой дейм, ә? Бәрекелді.
жаңа тездетіп мына жерге жалғасып отырмыз. қанатың қалмасын, талабың оң болсын. Асеке, Аяулас әке, біз кездесіп көріп жүрміз ғой бір-бірімізді. Мына шығармашылық зертхана деген кең ұғым ғой. Мына әлемдік әдебиеттің тарихнамасында бар, әлгінде өзің айтқан Ресейдің, Орта Азия халықтарының әдебиетінде де бар. Мысалы, жаңа Мұхаңды айттыңыз, Мұхаң жазу үстеліне дейін, мысалы қағаз қаламына дейін мән береді. Сіз әлгінде айттыңыз, 96 бетті шығарма дәптер толтырам деп. Бірден жазасыз ба, үстінен қайда қарайсыз ба, кітап нұсқасына дейінгі. Осы бір шығармашылық ахуалды. Сосын жазушының әдеті деген болады. Таңертең ба, кеш па дегенде осыған қысқа мағлұмат берсеңіз, өйткені біздің университетте шығармашылық зертхана деген пән бар. Бакалавр жүйесінде де, магистранттарға да. Оның көп септік тиеді ғой деп ойлаймын. Рахмет. Өте жақсы сұрақ. Жалпы мен бағана да айттым, әр жазушының өзінің жазу үстелге жазуға отырған кезде өзінің жазу мәнері болады, өзінің әдебі болады, өзінің әдеті болады дегендей. Менде жалпы ешкім маған кедергі жасамас екен деген бірінші мәселе осы болады. Бұрын жас кезімде түнде жазатынмын, сондықтан. Мысалы, қара бура, қаладағы құтпандар, жаңа қызыл бөлтірік, немесе әңгімелерімнің көбісін мен түнде жаздым. Күндіз жұмыста жүрем, сондықтан түнде жаздым. Сондай жағдайлар болды. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, мен қазір түнде жазбаймын. Романдарымды да жалпы 2010 жылдардан кейін түнде жазбаймын. Өйткені мына көзім кезінде жаңағы көзім оңға қарай кетіп қалды. Бұл енді ер жігіт болған соң төбелеспей қоймайсың, төбелесесің. Сол төбелестен тапқан пайдамыз ғой. Көзді бір көзді оңға қарай шапыраш болып. Сондықтан күндіз жазуға тырысам, күндіз жазам. Күннің сәулесімен жазуға тырысам. Өнен кейін жазуға байланысты, әдетке байланысты. Мына жазу үстеліне отырған кезде сол телефонды да бәрінде өшіріп тастауға тырысам. Қазір телефон деген бәле бар ғой. Ондай өшіріп тастауға тырысам. Сонан кейін кеңірек бөлмеде отырғанды қалаймын. Бұрын ауылды жерде тұрдым, ауылдағы зал үй менің бөлмем болды. Кейін бір бөлмелі үйде тұрдым, бір бөлмелі үйдің кухнясы менің бөлмем болды. Қазір 4 бөлмелі үйде тұрам, соның залында отырайын десем, ол жерде компьютер қоюға ыңғайсыз. Сондықтан сол жататын бөлмеде отырам, сол жерде жазам, күндіз жазам. Күндіз мақпал болмайды, балалар сабақта болады дегендей. Қазір осындай. Мен жалпы қағаз анамны таңдамайтынмын. Негізінен сол алғашқы кездерде, жазған кездерімде общий тетрадьті ашып, соның ортасындағы темірін алып тастап, сол ұзыннан қағазды соны қағаз ретінде пайдаланатынмын. Ал кейін енді ақ қағазды пайдаландым. Өнен кейінгі жерде қазір енді компьютерді ғана пайдаланамын. Осындай. Бірден жазу. Мен жалпы жазған кезде көп түзетпеймін. Бірден жазуға тырысам. Санамда менің ұзақ уақыт, романдар болсын, әңгімелер болсын, ұзақ уақыт піседі, менің жан дүниемде тербеліп жүреді. Сонан кейін әбден жазбасқа қоймаған кезде, дайын болдау деген кезде өзімді сол кезде уақыт табуға тырысам. Солай жазылады. Сондықтан көп жөндемеймін. Ал енді бұрын бастыратымын, басылып келгеннен кейін машинкаға. Сонан кейін үстінен бір қарап өтем, сол кезде бірен саран түзетулер енуі мүмкін. Негізінен енбейді, аз болады. Рахмет.